Иә, ал әңгімеңді айт. Мынау туған жерің ғой. Ал енді айт. Ата бабамның қонысы ғой, осы жерде туып өсіп. Қалай атпен барғанбыз осы жердің бәрі шаруа. Автобусты бір көрсетіп олайық, автобуспен түсініп қалдым міне. Жай болса да барамыз ғой. Өте дұрыс, әрине. Жетпейміз, ербол. Алтыным жап жақын осы жерде. Мына автобус алып кетіп жатыр, артында түсіп келе жатыр. Жағын толы. Бұл толы. Осында жүрме. Осында жүрме? Осында. İçine kırdınız bağa? Жоқ, адам көп сіз. Терезесінен қарады. Ерболат қайда салғаншы, осында жүр деп ақырып кетті. Көрсем. Ортасына тұрасыз, басты сөйлесіз, қыздырым әлі екен, ұлттық кейіп, Сен, балалар, әйеліңе кіріп кетті. Кіріп шығайын ба? Қариясын сыйламас, о дүниені ойламас, кесірліден келемін. Қайда барасың? Соғысқа құмар ой жоқ, ұлан асыр той көп, бейбітелге барамында. Қайырлы күн, ардақты ағайын, қадірлі жерлестер. Ұстасы Сүйінбайдың қабан ақын, бас иген ол өз-өзде тамам ақын. Нағашысы Жалайыр қабан ақын, Жамбыл атым айтатын маған атым деп. Жетісудың ақ қиық ақыны Кенен Әзірбаев жырлағандай, ұлы ақын Сүйінбайдың ұстасы қабан жырау ескелді. Балпық билермен қатар әулие деген атаққа ие болған қасиетті ірі тұлға. Жетісу ақын жыраулары бір тұтқан атақты қабан жырау, әрі ақын, әрі батыр Сәуегей абыз. 15 жасынан ақ ақындығымен танылып, айтысқа түскен жыр дүлдүлі Қаблиса жырау. Жетісу өлкесінің Сүйінбай, Бақтыбай, Қалқа, Жамбыл тағы да басқа ақындары бір тұтып, өздеріне ұстаз санаған. Әр жерде көшіп қонып жүрген жетісу тайпалардың басын қосып, біріктіруде тұтас бір елітіп топтастыруда қасиетті бабамыздың еңбегі, қажыр қайраты 3 ғасыр аңыз әңгімеге айналды. Ете келе елшілікке жүріп, билікке араласып, абыз әулие атанған қыдыр қонып, бағдарыған киелі жан. Бүгін міне халқы мен ұрпақтары бабамыздың 325 жылдық қарсаңында
ас беріп, Қабан бабамыздың алдында перзенттік парызын өтеуде. Кеше ғана Жетісу төрінде Сүйінбай бабамызға дәулескер күйші, композитор Нұрғиса Тілендиев сынды қазақ халқына еңбегі сіңген аға ұрпақ өкілдеріне ескерткіш орнатылса, Бөлтірік бабамыз бен Тезек төреге Алтын емел баурайына ескерткіш белгі қойылды. Бүгін соның заңды жалғасы ретінде Қабан бабамыздың кесенесі бой көтерген жерде ас беріліп жатыр. Бұл елдігіміз бен береке бірлігіміздің жемісі. Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын демекші, ата-баба рухын асқақтатып жүрген осындай игі шараға өздерінің шынайы ниеттерімен, ынта-жігерімен қолдау көрсетіп отырған ел ағаларын айтар алғысымыз шексіз. Халқымызда бір адамның батылдығы мың адамға жол салған. Бір адамның батырлығы тұтас халықтың атын шығарған деген дана сөз бар. Ескерткіш салу үшін біраз ұйымдастыру жұмыстары атқарылды. Көп түкірсе көл болады демекші, осындай тарихи мәнді игі істе өз азаматтықтарын, жомарттықтарын танытып, өз үлестерін қосты.